Сәлем, қалайсыздар? Алматының боранды күніне қарамай бала-шағамызбен жиналып алып магазинге барып келдік. Магазинде жүргенде свежий лепешканы көріп, бір бала кезде еске алайық деп бір идея келді. Бутерброд жасайық дедік. Бутерброд дейма, сэндвич дейма, білмеймін не дейді. Бұрын бізде сататын 50 теңге болатын магазинде. Қазір де жасайды ғой, бірақ булочкамен жасайды ғой. Булочкамен тәтті болып кетеді ғой, одан қайта нанмен жасаған дұрыс деп, сон балаларға қазір сендерге көрсетемін деп арасына соленый огурцымды, колбасамызды, кетчуп майонезіміз бар, сәбіз салатымыз бар, барлығын салып балаларға жасап бердім. Видеода көріп отырсыздар ғой, балалар деген мәз болып жеп жатыр. Әйтеуір магазинге барсаң бір затпен қайтпайсың ғой, бүкіл үйдің қарап отырсың продуктысын мен тасиды екемше. Скоро качок Гүлжан болып кететін болдым ғой. Осы видеоларды ерінбей түсірем ғой, мен түсіремін, бірақ запись жасау қиын болады. Негізі айтатын әңгімем көп қой, бірақ запись жасайтын бір ыңғайлы уақыт болмай қалады да. Бала-шаға жан-жақтан сөйлеп қалады, біреу жылап қалады, біреу мама деп қалады, кейде жолдасың кеп тұрады, шай берма деп, сонымен запистің үшін быт-шыт шығады ғой. Үзіліп жүрген кезде уже не әңгіме айтатыныңды білмей, ойыңды жинақтай алмай қаласың ғой. Біз жер үйде тұрамыз. Жер үйде тұрғанның өзі минус плюстары бар ғой, 3 жылдан асып қалды. Минусы бар ғой, үйдің жұмысы, жер үйдің жұмысы деген бітпейді ғой, бітпейді. Таң атқаннан кеш батқанша жыбыр етіп атасың. Мына видеода көріп тұрсыздар ғой, қар жауып аяз болып кетті. Алматыда кәдімгідей суық болып, биыл суық болмайды, қалың киім алмай қойыңдар деп еді, өтірік болып қалды. Кәдімгідей аяз болып, сонымен итіңе тамақ бересің, туалетке бару үшін жолдың қарын күрейсің, сөйтіп жүргенде біраз уақыт өтіп кетеді. Ертең көктем келсе, құда қаласа, жан-жағымыздың бәрін жиып теріп, мусорларымызды өртеп, тастайтындарымыз тастайық. Жер үйдің плюстары әйтеуір өз территорияң, бала-шағаң емін-еркін ойнап жүре береді. Не лақтырсаң да, не қойсаң да өзің білесің ғой, главныйшы. Айғайлаған келсе, айғайлап аласың ғой, стенаңды ешкім ұрмайды ғой, тыныш деп благостройкадағы сияқты. Әр нәрсенің өзінің минус плюсы бар ғой. Сонымен қой деп кешкі тамағыма кірісіп жатырмын мына жерде. Сайланып алып. Айтпақшы, осы кел бірге семірейік деген марафондар жоқ па? Барлық марафондар тек қана кел бірге азайық деген марафондар ғой. Салмақ тастайық менімен бірге деген. Менің арманым толы ғой, наоборотшы. Қыз кезімізде кішкентай томпақтығымыз бар еді. Қазір бала туғаннан кейін асып кеттік қой. Бір түрік баланың мамасы дегенде мама болып жүрейінші деймін да, балп етіпші. Сол не жесем де әйтеуір тегі семірмей жатырмын ғой. Алдын арасында шаршап кеттім деп өз-өзімді нетіп горилла ішетін әдетім бар еді. Өз-өзіме уәде беріп, сол уәдемде тұрып келе жатырмын қазір. Қазір сол горилланың орнына мен творог алып жейтін болдым, домашний. Горилла ішіп, горилла сияқты дәу болам ба деп едім, болмадым ғой. Сондықтан дұрыс тамақтануға кішкене майлы творогтар жейін, салмақ қосайын деп өзімше жеп жүрмін. Көреміз енді результатын. Алдарыңызда камерада жүрмей айтасыздар ғой. Сонымен кешкі тамағымызды ішіп, кеспе көжемізді, жұмыстарымызды бітіріп, жолдасымыз екеуміз шемішкі шағып отырмыз. Самый кайфовый уақыт осы ғой, бала-шағаның бәрі ұйықтап қалып, отырып, соғымызды ішіп, телефонымызды көріп, бір-бірімізбен сөйлесіп, өйстіп отырамыз ғой. Әйтпесе күндіз бала-шаға жан-жақтан тартқылайды ғой, мама папаның астына алып. Мен жолдасым әжептәуір өнері бар екен, суретші деген. Осы кезде менің суретке қарап психологиялық айтатын ақылым туындайды ғой. Суреттердің бәрінде шүкір нәрсені көп пайдаланады екенсің, қатты шүкір. Үшбұрышта шүкір нәрселерді. Мен жолдасымның бар ғой, сабырлығына базар жоқ қой. Кейде бір өзі ашуланбаса үндемейді ғой. Сол үндемей жеңеді ғой мені. Мен сөйлеп қалғам, сосын сөйлеп, как будто бәріне ұрыстың, мен кінәлі сияқты болып қалам ғой. Семья болған соң ыдыс-аяқ сылдырламай тұрмайды ғой, әрине. Бірақ осы биыл мартта, құда қаласа 9 жыл болады екен отбасы құрғанымызға, бір киім-кешегімізді жинап төркінімізге бармаппыз. Мынау мен банядан келген түрім ғой. Сонымен ыстық шайымызды ішіп жаттық демалуға. Өйстіп отырғанда біраз әңгіме айтып тастаппыз ғой. Видеоның соңына дейін көріп тыңдағандарыңызға рахмет. Аман болыңыздар.